Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен театр өнері мен мәдениеті бөлімінде берілген театрдағы Абай бейнесі болымды болымсыз сөйлемдер тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта сіздер мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра отырып талдайтын боласыздар. Ең алдымен ғылыми стиль, публицистикалық стильді есімізге түсірейік. Ғылыми стиль зат не құбылыс ғылыми негізі сипатталып, дәлелдеуді қажет ететін стильдің бір түрі. Ал пікір дұрыстығын дәлелдеу үшін ғылыми стильге нақтылық, логикалық мазмұн дәлелдігілігі қажет. Ғылыми стильдегі еңбектерге монография, оқулық, мақала, ғылыми есеп, реферат, диссертация, баяндама, тезистер, патенттер тағы басқа жатады. Ал публицистика латынша көпшілік әлеумет деген мағынаны білдіреді. Қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалады. Публицистикалық стильдің жазбаша түріне саяси тақырыпқа жазылған газет, журналдардағы мақалалар, очерк тағы басқа шығармаларды жатқызамыз. Ал шешендік сөздер публицистикалық стильдің ауызша түріне жатады. Ендеше сіздермен мәтіндерді талдап көрейік. Абайдың даналығы мен ақындығы, көрегендігі мен парасаттылығы туралы бүгінгінің ғалымы да, ақыны да, жазушысы да бәрі көкейіндегі бар асыл сөзін аямай төгіп жазды. Ал бірақ сол Абайды көз алдыңда тірілтіп, бар күйзелісі мен тауқыметін дәлме-дәл алдыңа әкеле алатын өнер түрі бар ма? Бар, ол әрине театрда қойылатын спектакль. Әдеттегідей тағы да театрға бет алдым. Бұл жолғы көретін дүнием қазақтың Абайы. Оның ақын бейнесі мен дара болмысын театр мен киноға қарағанда Мұхтар Әуезов жазған кітаптан және ақынның өз шығармашылығынан көбірек сіңіргем. Содан болар Абайдай тұлғаны біздің театрдың тарландары қалай сомдар екен деген оймен де барғаным рас. Дәл қандай Абайды іздегенді білмеймін. Бірақ бір анығы көңілімде сол басы қалыптасқан кемел Абайдан ауытқып кетпесе екен деген дүдамал көлбеңдеп тұрып алды. Ал енді құрметті оқушылар, мәтінді талдайық. Мәтін қандай стильге жатады? Қалай ойлайсыздар? Публицистикалық стиль, дұрыс айтасыздар. Мәтіннің түрі? Әңгімелеу. Мәтіннің құрылымы неден тұрады? Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бар ма екен талдап көрейік. Сонымен кіріспесі бар және негізгі бөлімі бар. Біздің бұл мәтіннің қорытындысы жоқ екен. Келесі мәтінге мән берейік. Абай өлеңдерінің ең алғашқы таңдамалы жинағы бірінші рет Петербургта Ильяс Бураганский баспаханасынан 1909 жылы басылып шыққаны белгілі. Сол жинақтың соңында Кәкітай жазған Абайдың өмірбаяны берілген. Абай Ибрахим Құнанбай ұғылының өмірі деп аталған мақаласының басында 23 июньде 1904 жылда туған жері Шыңғыс тауында дүниеден қайтты. Атақты қазақ ақыны Шыңғыс елінің қазағы Абай Құнанбай ұғылы. Кітапта шын аты Ибрахим, бірақ қазақ әдеті бойынша шешесінің еркелетіп қойған Абай атын халық атап кеткендіктен біз де Абай дейміз деген. Сөйтіп, Абайдың дүниеден қайтқан күні нақты белгілі, яғни ескіше 23 июнь, жаңаша 6 июль. Ал Кәкітай Абайдың қай айда, қай күні туғаны атап айтпайды. Абай 1845 жылы Жылан жылында туды, 1904 жыл Ұлу жылында 60 жасында дүниеден қайтты дейді. Енді осы мәтінді талдайық. Мәтін қандай стильге жатады? Ғылыми стиль. Өйткені нақтылық берілген. Мәтіннің түрі қандай? Талқылау, дұрыс айтасыз, белгілі бір талқылауға түскен. Мәтіннің құрылымы неден тұрады? Талдайық. Кіріспе бөлімінен, негізгі бөлімінен және қорытынды бөлімінен тұрады екен. Ал енді бүгінгі өтетін грамматикалық тақырыбымыз болымды, болымсыз сөйлем. Болымды сөйлем орыс тілінде кездеседі, утвердительное предложение деп аталады. Сонымен болымды сөйлем объективті болмыстың ойлаған ойдың, іс-әрекеттің орындалғанын, не орындалатынын хабарлайтын сөйлем. Дәлелдейік.
Сынып жетекшісі оқушыларға тапсырма берді. Бұл сөйлем айтылу мақсаты мен сазына қарай хабарлы сөйлем, өйткені хабарлау мақсатында айтылған. Құрамына қарай жай сөйлем, себебі бір ғана ойды білдіреді. Жай сөйлемнің ішінде жақты сөйлем, өйткені сөйлемде бастауыш бар. Жай сөйлемнің ішінде жайылма сөйлем, өйткені сөйлемде тұрлаусыз мүшелер қатысқан. Жай сөйлемнің ішінде болымды сөйлем, өйткені іс-әрекеттің орындалғандығын білдіріп тұр. Болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем объективті болмыстың, ойлаған ойдың, іс-әрекеттің болмайтынын, орындалмағанын хабарлайтын сөйлем. Дәлел, оның жасалу жолдары. Біріншіден, болымсыз сөйлемдер ме тұлғалы болымсыз етістіктердің баяндауыш қызметінде не баяндауыш құрамында жұмсалу арқылы жасалады. Мысалы, торсанның бейітіне ешкім келіп Құран оқымайды екен. Осында Құран оқымайды екен деген сөйлемде болымсыз етістік арқылы жасалған. Екінші, есім мен есімшелі баяндауыштардың құрамында емес көмекші етістігінің жұмсалу арқылы жасалады. Мысалы, бірақ оның не екенін, қандай адамдар екенін Демеқұл түсінген емес. Осындағы емес көмекші етістігінің жұмсалу арқылы жасалыптыр. Жоқ сөзі баяндауыш қызметінде немесе күрделі баяндауыштың құрамында айтылу арқылы жасалады. Мысалы, сол сәттен бастап жас босанған анаға салмақ түсірген жоқ. Бұл жерде күрделі баяндауыш түсірген жоқ. Соның құрамында жоқ сөзі бар. Іссіз формалы есімдер баяндауыш қызметінде жұмсалу арқылы жасалады. Мысалы, бұрын осы балалар тумай тұрған кезде қалай өмір сүріп келгені белгісіз. Баяндауышта сіз жұрнағы бар. Яғни есім сөзге сіз жұрнағы арқылы баяндауыш болып тұр. Сөйлем құрамында ешкім, ештеңе, ешбір, дәнеңе, түк, тағы басқа болымсыз есімдіктер жұмсалу арқылы болымсыздық мән күшейе түседі. Мысалы, жүрегінде ешкімге алдырмайтын, түкпірге тыққан бір қатты беріш бар. Осындағы болымсыз сөйлем жасап тұрған ешкіме деген болымсыз есімдік. Сөйлем құрамында болымсыздық мағына беретін сөздердің, мәселен, безу, қашу, тайсақтау, кету, жоғалу, ғайып болу, бой тарту, тағы басқалардың жұмсалу арқылы жасалады. Мысалы, о заманнан бұл бір жолы безініп болған. Осында безініп деген сөз арқылы бұл сөйлемді болымсыз сөйлемге айналдырып тұр. Ал енді сіздермен сөйлемдерді талдап көрейік. Бірақ оны кім екенін, қандай адам екенін Маржан білген емес. Бұл болымсыз сөйлем. Өйткені есімшелі баяндауыштың құрамында емес көмекші етістігінің жұмсалу арқылы жасалып тұр. Мысалы, білген деген сөзде ген есімші жұрнағы, емес көмекші етістік. Сол арқылы бұл сөйлем болымсыз сөйлемдерді. 1914 жылы Абайдың қайтыс болғаны 10 жыл толуына орай әдеби-этнографиялық, музыка-драмалық кеш өткізілді. Бұл сөйлем болымды сөйлем, өйткені іс-әрекеттің орындалғандығын білдіреді. Ал енді тапсырма. Қазақ тілі оқулығының 163 бетінде екінші тапсырмада семантикалық картаны толтыруларыңыз керек. Ол үшін сөйлемді көшіріп жазасыздар, сөйлемдердің жасалу жолына қарай бағанға ажыратасыздар, яғни болымды, болымсыз деп, және болымсыз сөйлемнің жасалу жолын сызып қоясыздар. Бүгінгі сабақты түсінді деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін.